Сәлем құрметті оқушы, сенімен бірге шәкірт онлайн мектебі және де мен Салтанат Әділжанқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығару деп аталады. Сабағымыздың мақсаты өзара байланысты шамалары бар есептерді шығаруды үйрену. Бірінші тапсырма. Жауабын кему ретімен атасаң, уақыт туралы мақалды оқисың дейді. Ендеше бірінші мына көбейтулерді мәнін тауып алуға жет. Содан кейін кему реті дегеніміз ол қалай еді? Үлкен саннан кіші санға қарай кему ретімен қойып шыққан кезде уақытқа байланысты мақал шығады. Кәнекей, қандай мақал шықты? Соны біліп алайық. Екінші тапсырма. Жалпы массаны, бір заттың массасын және заттың санын қалай табуға болады? Соны еске түсірейік. Ендеше, бірінші, жалпы массаны табу үшін не істейміз? Біз массаны санына көбейтеміз. Екінші, массаны табу үшін, масса деген бір заттың массасы, оны табу үшін біз жалпы массаны оның санына бөледі екенбіз. Ал енді санын табу үшін жалпы массаны бір заттың массасына бөлеміз. Еске түсіріп алдық па? Тамаша. Үшінші тапсырма. Есепті шығар. Бірдей 9 жәшікте 54 килограмм жүзім бар. Сондай 3 жәшікте қанша килограмм жүзім бар? Ендеше, мұна кестеге қараймыз. Біз бір жәшіктің массасын бірінші тауып алуымыз керек. Оны табу үшін мұна жалпы массаны 9-ға бөліп аламыз. 54-ті 9-ға бөлсек, қанша болады? 6 килограмм. Ал енді мұна жалпы массаны табу үшін 6 килограммды 3 жәшікке көбейтеміз. Сол кезде жалпы массасы шығады. Төртінші тапсырма. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Ал енді кәнекей есеп шығарып көрейік. 48 килограмм алмұртты 6 жәшікке бөлді. Тура осындай бір жәшіктің массасымен 9 жәшік алма жиналса, ол қанша килограмм болады? Ендеше, тура алдыңғы есеп сияқты. Бірінші 48-ді 6-ға бөліп, бір жәшіктің массасын тауып аламыз. Содан кейін барып, осы массаны 9-ға көбейту арқылы біз жалпы массасын табамыз. Тура осындай ә нұсқасында. Ал енді мұна ә нұсқасында былай берілген. Жалпы массасы 72 килограмм және бірнеше жәшіктерге бөліп салынды. Мысалы, кез келген. Сол алмұртты алсақ. Бір жәшіктің массасы 9 килограммнан. Енді тура осындай санмен 56 килограмм массаны қанша бір жәшікте қанша килограмм алмұрттан салынады десек. Тура осындай не істейміз? Санын табу үшін 72-ні 9-ға бөліп, санын тауып аламыз. Кейіннен 56-ны осы санға бөлген кезде, мұна бір жәшіктің массасы шығады. Бесінші тапсырма. Өрнектердің мәнін тап. Ал енді арифметикалық амалдарды көріп тұрмыз. Бірнешеуінің амалдар орындалу ретін көрсетіп жіберейін. Біріншісі жақшаның іші, екіншісі көбейту. Екіншісінде әрине бірінші бөлу орындалады. Содан кейін барып азайту. Ал енді бөлу мен көбейту қатар келіп тұрса, онда балалар есімізге сақтаймыз. Бөлу бірінші орындалады. Екінші көбейту, себебі олар ретімен. Егер көбейту бірінші тұрса, көбейту, ал енді біздің жағдайымызда бөлу бірінші тұр. Сондықтан бөлу бірінші орындалады. Алтыншы тапсырма. Бөлшектерді өсу ретімен орналастырып, мақалдарды оқы дейді.
Ал енді бұл тапсырмада менің көмегім керек, сондықтан мұқият боламыз. 14-те 3, 14-те 1, 14-те 12, 14-те 8. Ең кіші бөлшекті жазып аламыз. 14-те 1. Бұл қандай сөз екен? Бұл уақыт деген сөз. Келесі, 14-те 1-ден кейін 14-те 3 уақыт, ол бізді деген сөз. Әрі қарай 14-те 8 күтіп деген сөз, және де ең соңғы 14-те 12 ол тұрмайды. Сонда балалар, бізде қандай мақал шықты? Бәріміз бірге оқайық. Уақыт бізді күтіп тұрмайды. Дұрыс айтасыңдар. Яғни әр уақытымызды, минут, сағатымызды біз пайдалы өткізуіміз керек. Ал енді 6-шы есептің нұсқасын тура осылай өз суретімен жазып, мақалды құрастыру қажет. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.